Қайырлы күн көрермендерім, бүгін біздер өріктен варенье жасайтын боламыз. Ол үшін 2 килограмм өрік алдым. Мен осыны жақсылап жуып тазалап аламыз, және де ортасындағы шаттаулығынан ажырату үшін өрігімізді екіге бөлетін боламыз. Барлығын осылай жасап шығамыз. Және осыдан кейін өрігімізді қайнатуға ыңғайлы ыдысқа саламыз. Оның бетіне егер 2 килограмм өрік салсаңыз, 2 килограмм қант салу керек болады. Менің қанттарым ірі, бұлар тәтті болып келеді, сондықтан 2 килограмм өрікке 1,5 килограмм қана қантты салдым. Енді осылай жақсылап қасықпен араластырамыз, және де бірнеше уақытқа қойып қоямыз. Өрігіміздің соғы шығуы керек, 1-2 сағаттай тұра тұрса жарайды. Осы аралықта банкамыздың қақпағын және банкамызды 10 минуттан қайнатып аламыз. Міне осылай суы шығып бастаған уақытта абрикосымызды 1 лет орташа отта қайнататын боламыз. Міне осылай қайнап бастап жатырған уақытта жақсылап араластырамыз, 10 минуттай қайнатамыз, және де жақсылап қайнағаннан кейін абрикосымызды сөндіріп тастайтын боламыз. Кейін аздап суыған соң тағы да дәл осылай 2 рет қайнатып алатын боламыз. Жиыны абрикосты 3 рет қайнаттық, және болғаннан кейін осылай қасықпен бетіндегі көпіршіктерін алып тастаймыз. Енді вареньемізді ыссы күйінде жаңағы банкаларымызға салып шығамыз барлығын. Менде 2,5 литр варенье шықты. Міне енді барлығын осылай банка жабатын құрылғымен жауып шығатын боламыз. Нығыздап жабамыз, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде істеп көріңіздер. Және де қыздар, менің YouTube арнамда осындай керемет мастер-класстар бар. Бұны үйреніп менің оқырмандарым табыс тауып жүр, дастархандарыңыздың сәнін келтіреді. Міндетті түрде істеп көріңіздер. Бұларды көру үшін және мені қолдау үшін төмендегі подписаться кнопкасын баса қойыңыз. Қазақша контентті қолдаңыз, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыз.